Құрағымыздың келесі түрі осындай линиялар болып табылады. Бұның аты бұның жоқ, потому что мен бұны орыстардың почеркінен көріп алған болатынмын. Осындайды негізі любой түстен ала берсеңіз болады. Мен осындай үйлесім алдым. Тура менікіне етіп істесеңіз болады. Либо өз қалауыңызда, как всегда, 14-14 сантиметр ортасын белгілеп аласыз. Егер қиындық туындап жатқан болса, уверен боламын десеңіз, енді бізде ортасы қоңыр түс. Қоңыр түсті бұл жолы бетіне қаратамыз да дәл ортасына қойып, бір жақ шетінен тігеміз. Келесі бізде серый. Ленталарымыздың ширинасы өзгеріссіз 3 сантиметр. Ворсына қараймыз. Ворсымыз төмен қарап тұру керек. Енді біз бұлай бетіне қаратып тігетін болсақ, мына келесі линиямызды ворсын төмен қаратып, бетіне қаратамыз да тігіп шығатын боламыз. Келесі түс золото. Бұл құрақтың ешқандай қиындығы жоқ. Өздігінше әдемі. Басында соңында закрепка беруді ұмытпаймыз. Тігістеріміз шашылып кетеді. Келесі түс ақ. Опыт уақытпен келеді. Мүмкін қисық болып шығуы мүмкін, мүмкін ұнамай шығуы мүмкін. Уайымдамайсыз, переживать етпеңіз. Келесілер әдемі болып шыға береді. Ладно, бір орында тұрмасаңыз болды. Мінекей біз 4 түсті алдық. Келесі түс менде опять қоңыр болады. Байқағандарыңызда біз бірінші оң жағын тігіп алдық. Қазір сол жағына көшеміз, иншалла. Жауып тұр. Мына кішкентайне ол қиылып кетеді иншалла. Енді қараңыз, біз оң жақ шетін түгін төмен қаратып тігіп алдық қой. Енді біз тура осыны кері айналдырамыз да, енді түгімізді керісінше жоғары қарататын боламыз. Қоңырдан кейінгі түс бізде ақ болады. Міне, жаңа мен ворстарын төмен қаратып отырсам, енді ворсы жоғары қарап тұратындай етемін. Бұл ақ цветте особо көрінбейді, біз басқаларында көрсететін боламын. Мысал ретінде мына жақтан қарап отырып тіге берсеңіз болады. Міне, қоңыр, ақ, золото, серый. Қазір міне біз иншалла золото тігеміз. Золото тіге. Міне біздің золотамыз, бұның түгін енді көтереміз. Тура осылай көтерілген жағын бетіне қаратамыз. Золотадан кейін міне серый. Сұр түсі. Түгін көтереміз. Бұл жол жатқызбаймыз, көтереміз, ұмытпаймыз. Все маталарыңыздың түсі әртүрлі болып қалады. Бұл негізі важный нюанс. Өйткені көрпені жерге төсеген кезде, егер ворстар екі жаққа қарап тұратын болса, екі түрлі түс беретін болады. Сначала бұраған жіптің бәрін аламыз.
серыйдан кейін бізде қоңыр. Осыны жоғары қаратамыз. Қоңыр кетті. Енді міне кішкене үлкенірек бұрыш қалды. Егер кішкене 1 см алған кезде мен бұны ешқалай жаппай қойсам болатын еді, бірақ бұл жерде маған жабу керек, өйткені кішкене үлкендеу жетпей қалады. Кішкентай лоскуточек бар, соны бүгін жоғары қарай қаратамын да осы жерді жалғап жіберемін. Пожалуйста, біздің міне линия құрағымыз дайын. Енді бұны қалай өлшейміз, қалай 12-12 қылдырамыз деп қиналмаймыз. Мынаны төмен қарай қаратамыз. Бұл бізде 14-14 см. Каждый жағынан 1 см не қылдырамыз да. 1 см-ден былай алып тігіп шығамыз. Қаласаңыз артынан сызып алыңыз, қаласаңыз мына жердегі линовкамен алып тігіп шықсаңыз болады. Сол кезде бізде ровно 12-12 см-лік құрақ шығады. Мына ең соңғы құрақты тартамыз. Бұрадық. Соңғы құрағымыз тартамыз. Готово. Мінекей, төрт жағынан қиып алдық. Біз қиған кезде мына жіктің барлығы кетеді иншалла. Біздің квадратигіміз 12-12 см болуы қажет. Жеткізбеп тұраш. Мен сияқты... Жоқ, алхамдулилля. 12 ровненько. Как всегда айтатыным, егер үлкен болып жатса, ешқандай қиындығы жоқ. Құрағыңызды айналдырасыз да тігіп шығасыз, болды, сондай мәселе тоқтайды. Егер кішкентай болып жатқан болса, онда қиындық туындайды, онда жаңадан тігу керек, либо тағы да 1-2 линия қосу керек. Бірақ именно осы құрақтың түрінде сізде ешқандай қиындық туындамау керек. Егер сізде сұрақтар болатын болса, біздің кері байланыс чатымызға жаза аласыз. Сіз любой уақытта, любой сұрағыңызға жауап аласыз, иншалла. Ең басты мәселе сол. 24/7 сізде поддержка болады, иншалла. Бұл біздің құрағымыздың екінші түрі. Мінекей. Жаңағы жалбыраған жіптің барлығы кетті. Астарыңызда тап-таза.